Кеш жарық достар, субсидия туралы шығарған хабарымыздан соң көрерменнен бір қатар сұрақ келді. Олар субсидияның қай түрінің ең көп талан-таражға салынып жатқанын білгісі келеді екен. Өтінішті орындауға міндеттіміз. Назарларыңызға субсидияның ең көп ұрланатын 5 түрінің рейтингін ұсынамын. Бірден айта кетейін, ауыл шаруашылығы министрлігінің бүгінде субсидия жүйесін бұзып, қайта құрып жатқанының басты себебі де осы. Арнамызға жазыламын десеңіз, мархабат. Төмендегі сілтеме сіз үшін. 5-ші орын. Малды асылдандыруға және селекция жұмысына бөлінетін субсидия. Бұл көмек ұрғашы малға төленеді. Мәлімет базасына тіркелген асыл тұқымды бұқа немесе қошқарды сатып алып, оны малыма қостым деп ақпар берсеңіз болды. Аспаннан ақша жауа бастайды. Бұл субсидияның мақсаты неде? Жалпы асылдандыру жұмысы бір реттік шара емес. Асыл тұқымды аталықпен шығу тегі белгісіз аналық басты шағылстырасыз, немесе қолдан ұрықтандырасыз. Қаны жартылай асылданған төл ұрғашы болса, оны тағы асылдандырасыз. 3-ші, 4-ші және одан кейінгі буында да дәл осы әрекетті қайталайсыз. Сөйтіп бірнеше жылдан соң тап-таза асыл тұқымды малдың иесі болып шыға келесіз. Субсидия осындай жұмысты тұрақты жүргізу үшін беріледі. Бірақ ереженің шикі тұстары болғандықтан кейбір ағайын соны пайдаланып алаяқтыққа баруда. Атап айтқанда мұның сұлбасы мынадай. Біріншіден, субсидия ұрғашы мал 18 айға толған күннен бастап төленеді. Пысықайлар сиырымның сырғасы түсіп қалды деп, тіркеу жасайтындармен тіл табысып, бұзауын танаға, танасын анаға айналдырып, ақшаға қарық болуда. Екіншіден, өлген ұрғашы малды есептен шығармай-ақ қойып, субсидия ала беруге болады. Кейбіреулер тіпті бұқа мен қошқарды тек қағаз жүзінде сатып алып, оларды мал қашыруға жібердік деп субсидия алады. Ал қойды қолдан ұрықтандырдық деп, жоғары нормативпен субсидия алушыларды тексеру өте қиын. Себебі бұл жұмыс негізінен күзекте, яғни шалғай күздік жайылымдарда жүргізіледі. Оны кім тексеріп жатыр дейсіз. Олардың негізгі және күйлеген қойды анықтайтын қосалқы қошқарлары тиісті жабдықтары бар ма, жоқ па ешкім білмейді. Осындай қулықтарды пайдасына асырған шаруашылықтардың саны соңғы 3 жылда 500-ден асыпты. 4-ші орынға 2 субсидия түрі қатар орналасты. Олар малды асылдандыру үшін сатып алынатын аталық бастың құнын арзандатуға немесе жалға алынған бұқаны күтіп бағуға берілетін субсидиялар. Мұны мемлекет асылдандыру жұмысы одан сайын қолжетімді болсын деп енгізген еді. Әттең бұл жерде де көзбояушылық етек алып отыр. Оның жолы мынадай. Асыл тұқымды аталық басты сатып немесе жалға алдым деп жалған келісім шарт жасап, субсидияға, яғни олжаға оп-оңай кенелуге болады. Себебі алынған төлдің қай бұқа немесе қай қошқардан туғанын тексеру тетігі жоқ. Ал оны ДНК сараптамасын жасау үшін қыруар қаржы керек. Сондықтан үкіметтің алдын орап, ауадан ақша жасау оңайға түсуде. 3-ші орын. Сатып алынған минералды тыңайтқыш пестицидтердің құнын арзандатуға арналған субсидия. Бұл қайтарымсыз ақшаны алу амалы тіпті оңай. Тыңайтқыштың немесе пестицидтердің пайдаланғанын ешкім тексермейді. Бұл субсидияның ережесінде индикаторда зертханалық бақылау жұмысы да қарастырылмаған. Бастысы жері бар, тыңайтқыш пен пестицидті сатып алдым деген құжаты бар. Білетіндер, сол тыңайтқыш пен пестицидтерді шетке сатып, пайдаға кенеліп жатқандар аз емес дейді. Әрине, бақылау жоқ жерде бәрі мүмкін. Демек, сатып алған тыңайтқыштың да пестицидтің де жарты құнын субсидия арқылы қайтарып алып, кейін оны ары қарай басқаларға қайта сатып жіберуге кім кедергі? Нарықта сұраныс бар, баға шарықтап тұр. Антикор агенттігі арам пиғылды пұлға айналдырған осындай шаруамен шенеуніктердің соңына шырақ алып түскен сыңайлы. Былтырдың өзінде бұл іс бойынша 116 факті анықталған. 2-ші орын инвестициялық субсидия еншісінде. Жалпы бұл қолдау түрінің негізгі мақсаты жаңа өндірісті құруға
немесе қуаттылығын ұлғайтуға бел буған кәсіпкерлердің шығынының бір бөлігін өтеу. Қарап тұрсаңыз өте өзекті, саламыздың жаңаруына қажет жап-жақсы көмек. Алайда ұрлық фактілері де мен мұндалап тұр. Соңғы 5 жылда осы субсидия арқылы қолды болған қаржы көлемін естісеңіз, шашыңыз тік тұрады. Құрылыста жүргендер жақсы біледі. Жаңа объектіні салған уақытта көзге көрінбейтін шығындар көп болады. Яғни ақша ұрлайтын ойыңыз болса, жоқ шығындарды дәл сол жерге салып, жасырып қоюға мүмкіндік бар деген сөз. Бұдан бөлек, сатушылармен жең ұшынан жалғассаңыз, құрал жабдықтың да, техниканың да бағасын көтеріп қоюға болады. Немесе жобадағыдан басқа арзан материалдарды пайдалану арқылы шығын мөлшерін азайтып, субсидияның мөлшерін көбейту қиындық туғызбайды екен. Кәсіпкерлер өзін-өзі алдап қайтеді деген ой туындауы мүмкін. Алайда өзіңіз ойлап көріңізші, үкімет құны 3 миллиард жобаңыздың жартысын қайтарып беремін десе, өтірік жазылған 1% шығынның өзі сізге 15 миллион ақша келеді. Бұл қаладағы бір пәтердің құны. Мінекей, бестіктің басына да жеттік. Бірінші орынға құдық қазуға кеткен шығындарды өтеуге төленетін субсидия орналасты. Мұндағы қызық мынадай. Құдық қазып, ұңғы орнатуға кететін шығындар сапалы материалдар бағасымен есептелген. Ал енді олардың орнын сапасыз арзан материалдармен алмастыра салу арқылы шығынды бірнеше есе азайту оп-оңай екен. Субсидия берілетін тереңдік тәртіп бойынша 50 метр деп белгіленсе, ал су мәселен 20 метрден шықса, 30 метрдің шығын үнемделеді. Сонда осындай әрекеттердің арқасында құдық қазушының қалтасында қыруар қаржы қалады екен. Ал субсидия мұндай жобадағы шығынның 80%-ына беріледі. Пайда шаш-етектен. Мұндай жағдайда шаруаға тіпті ақша шығарудың қажеті де жоқ. Құдық қазушы мердігер компания шаруаға келіп, біз барлығын өзіміз жасаймыз. Келісім шартпен актіге қол қойып берсеңіз болғаны. Сізге құдық тегін бұйырады дейді. Осыдан 3 жыл бұрын құдық қазу шығынының жоғары шегі 4 миллион теңге болатын. Оның 80%, яғни 3 миллион 200 мың теңгесі субсидия ретінде төленді. Шын мәнінде су шығаруға кететін нақты шығын ары кеткенде 1,5-2 миллион. Осы арадағы пайда мердігер мен алаяқтардың қалтасында қалып отыр. Мінекей, субсидия беру ережелерінің қазіргі сұрпаты осындай. Сіз бен біз сияқты салық төлеушілердің ақшасы ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетіп жатыр. Жөнін айтсақ осы, сау саламатта болыңыздар.